Келесі бізде 517 есеп теңдеуді шешіңдер деген. Енді ең алдымен бұл теңдеуді шешу үшін x тең деп мына санды бірінші жазып аламыз, 6,1 бөлу минус 1,22. Енді бөлінгіш пен бөлгіштің таңбалары әртүрлі болатын болса, онда бөліндінің мәні бізде теріс сан шығады. 6,1-ді 1,22-ге бөлетін болсақ, бізде 5 деген сан шығады. Келесі минус x тең болады 11,57-ні бөлеміз минус 8,9-ға. Минус x тең болады, енді таңбалар әртүрлі болса, өрнек мәні теріс сан шығады. 11,57-ні 8,9-ға бөлетін болсақ, бізде 1,3 деген сан шығады. Екеуі де теріс болғандықтан минус 1-ге бөліп жүреміз, сонда 1,3 шығады. Екі жағында минус 1-ге бөліп жүреміз. Келесі минус y тең болады минус 43,2-ні бөлеміз 9,6-ға. Сонда минус y-іміз тең болады 43,2-ні 9,6-ға бөлетін болсақ, бізде 4,5 деген сан шығады. Теңдіктің екі жағында минусқа бөліп жіберетін болсақ, сонда y-іміз 4,5-ге тең болады. Келесі x тең 2,65-ті бөлеміз минус 5,3-ге. Таңбалары әртүрлі болғандықтан бөліндінің мәні теріс сан шығады. Яғни 2,65-ті 5,3-ге бөлетін болсақ, 0,5 деген сан шығады. Келесі минус x тең минус 2,34-ті 0,3-ге бөлеміз. Минус x тең таңбалары әртүрлі болғандықтан бөліндінің мәні теріс сан шығады. Минус 7,8-ге тең болады. Теңдіктің екі жағында минусқа бөліп жүретін болсақ, 7,8 деген сан шығады. Y тең 19,52-ні минус 6,1-ге бөлеміз. Таңбалары әртүрлі болғандықтан теріс сан шығады. 3,2-ге тең болады екен.